Сәлем достар, міне бүгін біздің үшінші видеомызда шығып қалды. Бүгін күн жүйесіндегі екінші ғаламшар, яғни шолпан жұлдызы жайлы айтатын боламыз. Ал кеттік. Ғалымдардың айтуына қарағанда, шолпанның бетіне неше түрлі метеориттер түсіп, оның әсерінен шолпанның бетіне неше түрлі лавалар атылып шығып, содан ол жарық жұлдызға айналған. Шолпан жұлдызының орташа температурасы жердің ең ыстық шөлінен 410 градус Цельсияға артық, және де шолпан күн жүйесіндегі ең ыстық әрі ең жарық планеталардың бірі болып табылады. Шолпан күн жүйесіндегі екінші ғаламшар. Көлемі мен массасы жағынан жерге жоқ болғандықтан, ерте кезден ғалымдардың назарын өзіне аударған. Алайда, оны тұтасқан ақ бұлт қабаты қоршап жатқандықтан, бұл ғаламшардың табиғаты мен қозғалысын оптикалық бақылаулар арқылы анықтау қиындық келтіруде. Дегенмен, радио бақылаулар нәтижесінде күтпеген мәліметтер қолға жетті. Шолпан уранды есептемегенде күн жүйесіндегі барлық ғаламшарлардың бағытына кері бағытта айналатыны белгілі болды. Ондағы күндік тәулік шамамен жердегі 118 тәулікке тең. Және де 2016 жылдың көктемінде мынандай құбылыс байқалған. Шолпан жұлдызының күннен ара қашықтығы 108 миллион километр. Және де оның сидерлік айналу периоды 224 тәулік, 16 сағат, 49 минут және де 8 секунд. Сондықтан ол күн батқаннан кейін не күн шығардың алдында ғана аз уақыт көрініп тұрады. Шолпан жұлдызында барлық ғаламшарлар секілді ода да ядро болады, және де мания сыртқы қабаты кора деп аталады. Оның сыртқы қабаты өте ыстық лавадан тұрады. 1610 жылы Галилео Галилей осы шолпан жұлдыздың фазаларын ашқан болатын. Көзі жақсы адамдар жай көзбен ақ байқауына болады. Мың 967 жылы ғалымдардың айтуына қарағанда, шолпан жұлдызының бетіне көптеген метеориттер түскен. Жерден қарағанда бақылаушыға шолпанның күннен бұрыштық қашықтығы 48 градустан аспайды. Егер осы видео ұнайтын болса, өздеріңіздің әлеуметтік желіде достарыңызға таратарсыздар деген үміттемін. Және тағы да аспан әлемі жайында видео шығарғандарыңызды қалайсыздар? Севен KZ каналына тіркеліп, жандағы қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің ешқандай жаңалықтарымыздан құр қалмайсыздар. Видеоны көргендеріңізге көп рахмет, сау болыңыздар.